Сәлем достар, барлық үйде қысқа дайындық жүріп жатқан шығар. Мен де қысқа осындай кубанский деп аталатын салат жауып тастадым. Бұл тексерілген рецепт, былтырда жасағанмын. Енді биыл сіздермен бөліскім келеді. Соңына дейін бірге көріңіздер. Алдын ала банкілерімізді залалсыздандырып аламыз. Қажет көкөністердің барлығын дайындап қойдым. Бізге сәбіз, қияр, қызанақ, қырыққабат, болгар бұрышы, сұйық май, бұрыш, лавр жапырағы, ащы бұрыш, қант, тұз және уксус қажет болады. Алдымен қырыққабатты осындай корей теркісінен өткізіп аламыз. Берілген тұздың шетінен сеуіп, қырыққабатымызды жұмсартамыз, қысып езгілейміз. Кішкене өте қатты езіп те жіберіп қажеті жоқ, кішкене жұмсартып жіберсек болды. Мінекей осындай болса жарайды. Енді келесі кезекте сәбізді де осылай корей теркісінен әдемілеп өткіземіз. Мінекей сәбізіміз дайын. Енді қызанақты әдемілеп 8-ге немесе үлкендеу болса 10-12-ге осылай бөліп шығамыз. Қиярымызды да ортасынан бөліп, долька етіп турап шығамыз. Менің ыдысым тар болып қалды. Сол үшін барлығын бөліп салып алдым. Қазір капустаны да барлығын осылай 2-ге бөлемін. Теңдей сәбізді саламыз. Барлығы теңдей 2-ге бөлінген, весімен бөліп алдым. Келесі қиярды саламыз. Қызанақты, барлық көкөністерді 2-ге бөліп салып шығамыз. Болгар бұрышы, лавр жапырағын саламыз. Қант және тұзды осылай теңдей 2-ге бөліп сеуіп шықтық. Қант саламыз және түйіршіктелген бұрышты барлығын салып жібереміз. Сұйық май құямыз. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Қасықпен ыңғайсыз болғандықтан мен қолмен араластырып жатырмын. Жалпы бұл салат өте дәмді және витаминге бай салаттардың бірі. Витамині, барлық көкөністердің витамині өз бойында қалады. Себебі біз қайнатпаймыз, оны банкінің сыртынан қайнататын боламыз. Осылай екінші табақты да барлығын біркелкі болғанша, барлығы араласқанша, яғни толық араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін соғы шыққанша 2-3 сағатқа қоямыз осылай. Менде бұл 3,5 сағаттай тұрды. Соғы шықты жақсылап астында. Енді банкілерге салып шығамыз. Осылай банкілеріміздің барлығын толтырып шықтық. Және түбінде қалған соқты бәріне бөліп құйып шықтым.
Енді осындай үлкендеу ыдыс аламыз және астына мата жаямыз. Бұл мата міндетті түрде жаю қажет. Матаны себебі қайнаған кезде банкімен ыдысымыз соғып, банкіні сындырып тастауы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде жаю қажет. Және банкінің ортасынан келетіндей етіп су құямыз. Мінекей ортасынан келетіндей, өте толтырып құйып та қажеті жоқ. Отқа қоямыз да қайнатамыз. Қатты қайнап кеткен мезгілде отымызды баяулатамыз. Және қақпағы жабылса, қақпағын жауып қойған дұрыс. Мінекей қайнап жатыр осылай. Іші де ысый бастады. Қатты қайнағаннан кейін отты орташаға қоямыз. Және содан бастап санағанда 50 минуттай қайнатамыз. 50 минут қайнағаннан кейін бір-бірлеп алып, сол бойда жауып тастаймыз. Және жылы жерге үстін орап бір тәулікке қойып қоямыз. Мінекей салаттарымыз дайын болды. Қыс мезгілінде тәбетті ашатын керемет дәруменге бай салаттардың бірі болды. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Ас болсын.